Келесі 531 есебіміз. Бірінші сан 8,9-дан 8-ге тең екен. Ал екінші сан одан 15 есе кем. Яғни екінші санды табу үшін бірінші санды бөлеміз 15-ке. Бөлшектің бөлімде 1 бар деп есептейміз. Аралас бөлшекті бұрыс бөлшекке айналдырып жазатын болсақ, бөлшектің бөлімінде 9 болады. 9-ды 8-ге көбейтіп, 8 санын қосатын болсақ, 9-дан 80-ге тең болады. Бір алымына шығады, 15 бөліміне түседі. Тең қысқартайық, бізде 15 пен 80 санын 5 санына қысқартсақ 3 болады, 16 болады. Сонда бөлшектің бөлімі 27-ден 16 екен. Яғни екінші санымыз 27-ден 16-ға тең. Енді осы сандардың қосындысы мен айырымының мәндерін табыңыздар дейді. Енді бірінші санымыз сонда 8,9-дан 8 қосылған 27-ден 16 тең. Бүтіні 8-ге тең болады. Ортақ бөлім берейік. 3-тен береміз. Бөлшектің бөлімі 27-ге тең. 8-ді 3-ке көбейтсек 24 қосылған 16. Сонда 8,27-ден алымы 40-қа тең болады. 40 санның ішінде 27 бір рет бар. Оны 8-ге қосып жіберетін болсақ 9 болады. 27 қалдығы 13-ке тең екен. Енді осы сандардың айырмасын тап деген. Сонда 8,9-дан 8 азайтылған 27-ден 16. Ортақ бөлім береміз. 3 болады. 8,27 24-тен азайтамыз 16-ны енді. Тең болады ол 8,27-ден 8-ге тең болады екен. Келесі 532 есеп. Тіктөртбұрыштың ұзындығы 2,7-6 метр. Ені 4,5-1 метр. Аудандары осы тіктөртбұрыштың ауданына тең, ұзындығы 4,3-2 метр болатын екінші тіктөртбұрыштың енін табыңыздар деді. Бізде екі тіктөртбұрыш берілген. Бірінші тіктөртбұрыштың ұзындығын А деп белгілейік. Ол бізде 2,7-6 метр. Б деп отқан ені ол 4,5-1 метр екен. Ал екінші тіктөртбұрыштың бізде ұзындығы белгілі, ол А, ол бізде 4,3-2 метр екен. Енді В белгісіз. Осы В-ны табу керекпіз, яғни енін. Есептің шартында екі тіктөртбұрыштың аудандары тең дейді. Яғни S1-тен S2-ге де алайық. Сонда бірінші тіктөртбұрыштың ауданын табатын болсақ, S тең болады. 2,7-ден 6 көбейтілген. Аудан деген ен мен ұзындығын көбейтіндісі емес па? Сонда 4,5-1 болады. Енді бұны аралас санға айналдырып жазылайық. 7, 14, 20 болады. Көбейтілген 5 болса, 21 болады екен. Енді қысқартайық. 7 санына қысқартсақ 3 болады, 5 санына қысқартсақ 4 болады. Сонда ауданы бізде 12-ге тең болады екен. Енді екінші тіктөртбұрыштың ауданы осы 12-ге тең. Себебі екеуі бір-біріне тең деп енгіздік қой. Сонда орнына апарып қояйын. 12-ге тең, ұзындығы белгілі, ол бізде 4,3-2-ге тең. Осы жерде бізде ені жоқ. Енін табу үшін 12 санын бөлеміз 4,3-2-ге тең. 12-дің астында, яғни бөлімінде 1 бар деп есептейміз. Бөлу деймін. Аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырып жазам. 12, 14 болады. Тең 1-ден 12 көбейтілген 14 бөлшектің бөліміне түседі. 3 алымына шығады. Сонда қысқартамыз. 2 саны қысқарады. 6 болады, 7 болады. Бөлшектің бөлімінде 7, алымда 18-ге тең. Оны аралас санға айналдыратын болсақ, 2,7-ден 4-ке тең екен.
Бұл метрі, яғни бұл бізде ені екен. Екінші тіктөртбұрыштың ені сонда 2,7 метрге тең екен. Келесі 533-ші есебіміз. Туристер 3 күнде 45 километр жол жүрді. Бірінші күні жүрген жол екінші күнгіден 1,3-2 есе артық. Ал үшінші күні 15 километр жүрген. Туристер бірінші күні қанша километр жүрді дейді. Так, бірінші күні, екінші күні деп белгілі. Екінші күні бізде жүрген x километр. Ал бірінші күні осыған қарағанда 1,3-2 есе артық жүрген. Ал үшінші күні ол жүрді 15 километр. Ал 3 күнде ол жүрген 45 километр. Енді 3 күндігін 45-ке теңестіріп теңдеу құрамыз. Сонда x көбейтілген 1,3-2 қосылған x қосылған 15 тең 45-ке. Яғни 3 күні ол 45 километр жүрген. Енді осы жерден x көбейтілген 1,3-2 қосылған x дейді, 45-тен азайтайық 15 санын. Ана бір жерден x-імізді жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Сонда 1,3-2 қосылған 1 қалады. Тең 30. X көбейтілген 2,3-2 тең 30-ға. Енді x-ті табу үшін 30-ды бөлеміз. Так, аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырып жазып жіберем. 6, 7, 8 болады. Бөлшектің бөлімінде 1 бар деп есептейміз. Сонда 30 көбейтілген алымына 3 шығады, 8 бөліміне түседі. Бізде так қысқаратын сан екеуін 2-ге қысқартсақ болады, 4, 15. 15-ті 3-ге көбейтетін болсақ 45 болады, бөлінген 4. Ішінде 11 етіп бар, бөлшектің бөлімінде 4 болады, қалдығы 1 етен болады. Бұл оқушылар бізде екінші күні жүрген километр. X-інің себебі екінші күнге теңестірдік қой. Ал есептің шартында бірінші күні қанша километр жол жүрді дейді. Сонда бірінші күні біз белгіледік, x-ті көбейтеміз 1,3-2-ге деп. Сонда 11-ді көбейтеміз, 11,4-тен 1-ді көбейтеміз 1,3-2-ге. Тең аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырып жазып алайық. 45 көбейтілген 3, так 5. Тең қысқартайық 15 болады. 15 санын 5-ке көбейтетін болсақ 75-ке тең бөлінген 4. Так, ішінде 18 рет бар, бөлшектің бөлімінде 4 болады, алымында 3 болады километр. Яғни 18,4-тен 3 километр бірінші күні жүрген екен. Жауап осы болады екен. Келесі 534-ші есебіміз. Бірінші жұмысшы 27 тетікті 15,4-тен 3 сағатта бітіреді. Ал екінші жұмысшы 18 тетікті 13,2-ден 1 сағатта бітіреді екен. Бір тетік дайындау үшін қай жұмысшы аз уақыт жұмсайды? Оны білу үшін 15,4-тен 3-ті бөлеміз 27-ге. Тең бөлшектің бөлімінде 4 болады, алымы 63-ге тең болады. Так, 1-ді алымына шығарамыз, 27-ні бөлшектің бөліміне түсіріп жазамыз. Енді қысқартайық. Қысқартамыз, 9 санына 3 болады, 7 болады. Бөлшектің бөлімі 12-ден 7-ге тең болады. Яғни бір тетікті 12-ден 7 сағатта бітіреді. Бұл бізде бірінші жұмысшымыз. Ал енді екінші жұмысшымыз білу үшін 13,2
2-ден 1-ді бөлеміз 18 санына тең. Бөлшектің бөлімінде 2 болады. Так, 26, 27-ге тең болады. 18 санын бөлшектің бөліміне түсіреміз. Ал мұнда 1 болады. Қысқартайық. Так, 9-ға қысқартсақ 3 болады, 2 болады. Бөлшектің бөлімінде 4, алымы 3-ге тең болады. Яғни бір тетікті 4-тен 3 сағатта бітіреді. Бұл бізде екінші жұмысшымыз. Енді есептің шартында ол қанша уақытқа кем дейді. Және аз уақыт жұмсайды. Қайсысы аз уақыт жұмсайды дейді. Оны білу үшін 12-ден 7 мен 4-тен 3 сандарын салыстырамыз. Бөлшектің бөлім бірдей санға келтіру үшін 4-тен 3 санын 3 санына көбейтеміз. Тең деп жазайын. Сонда бөлшектің бөлімі 12, алымы 9-ға тең болады. Бөлшектің бөлімі үлкен сан бізде көп болады. Сондықтан да бірінші тетікшіміз аз уақыт жұмсайды екен. Есептің шартына жазайын. Бірінші жұмысшы аз уақыт жұмсайды. Және ол қанша уақытқа кем. Ол үшін 12-ден 9-дан азайтайық 12-ден 7-ні. Ол дегеніміз 12,2-ге тең екен. 12-ден 2-ге тең. 2 санына қысқартатын болсақ 6-дан 1 болады. Сонда 6-дан 1 уақытқа кем екен.